Бүгін сіздермен құрамында пробиотик бар нан дайындаймыз. Ол үшін бізге жарты стакан квашеный капустаның суы қажет болады. Осы бізде пробиотик болып саналады. Квашеный капустаның суына 1 жұмыртқа, жарты шай қасық псилиум салып, жақсылап араластырып аламыз. Псилиум ол клетчатка. Енді осыған жарты шай қасық тұз саламыз және аздап гхи майын немесе ерітілген сары май саламыз. Енді осы массамызға жарты стакан закваска салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осы масса қою болғанша ұн саламыз. Мен жүгері ұнын салдым. Сіздер күріш ұнын немесе басқа да өздеріңіз қалаған ұнды салсаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Массамыз қою болу қажет. Міне осындай масса шыққанға дейін ұн саламыз. Енді осы массамызды формаға салып, дастарханның бетіне 1-2 рет формамызды ұрып, ішіндегі ауасын шығарып аламыз. Енді 180 градуста нанымызды пісіріп аламыз. Осымен біздің құрамында пробиотигі бар, ағзаға пайдасы бар нанымыз дайын. Дайындап көріңіздер, аз болсын.